Флам де Мисью. Бұл француз тілінен аударғанда Абай Құнанбайұлының бәрімізге белгілі көзімнің қарасы дегенді білдіреді. Қайырлы күн балалар. Өздерің байқағандай, бүгін Абай поэзиясы әлем тілдерінде тақырыбында сабақ өтеміз. Бұл сабақта ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының әлем әдебиетіне қосқан үлесінен хабардар боласыңдар. Сабағымызды бастамас алдын келесі бейнежазбаға назар аударсаңдар. Хакім Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін оқу эстафетасы алыс жақын шетелдерде де жаппай челленджге айналып жатыр. Мысалы, ресейлік Муз ТВ телеарнасының директоры Арман Дәулетияров та бұқаралық эстафетаға үн қосып, Абайдың ән мен күй туралы өлеңін оқып берді. Құлақтан кіріп, бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсен, менші сүй. Бұдан бөлек, Украина мен Беларусь елінің тұрғындары да Абай Құнанбайұлының шығармашылығымен жақсы таныс болып шықты. Олар да эстафетаны қуана жалғапты. Пусть хвалят люди, верить не резон. Ты жди подвоха, если вознесен. Поверь в себя, тебе помогут дружно твой труд и ум твой, взявшись с двух сторон. Ал бауырлас мемлекет Өзбекстан тұрғындары да ол ақын өлеңдерін өз тілдерінде оқып, эстафетаны ішінара бір-біріне жолдап жатыр. Uyg'otar dilda ishqni, yaxshi qo'shiq, yaxshi kuy, hayotingda qo'shiqni so'ysang agar mendeksa. Абай өлеңдерін ағылшын тілінде тыңдап бердіңіз. Челленджге қатысушы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің интернационализация бойынша проректоры Абрахам Атта Огву Абайдың желсіз түнде жарығайын нақышына келтіре оқып, эстафетаны бүкіл әлемдегі білім саласының қызметкерлеріне жолдады. Through windless night, the glinting moon illuminates in flowing waves. The village nestled in the vale. Бұл өлең оқушылардың бір парасы ғана. Әр елдің, әр қаласында ұлы ақынның өлеңдерін жарыса оқып жатқандар жетіп артылады. Осылайша кішкентай ғана мектеп оқушысы Ләйлім Шырақ бастаған челлендж бұқаралық сипат алып, әлемдік деңгейде асқақтап жатыр. Рас. Абай қазақ халқының ғана мақтанышы емес. Ол бүкіл халыққа ортақ рухани құбылыс, әлемдік тұлға. Негізінен Абай шығармашылығымен әлем оқырмандары тәуелсіздік алған соң кеңінен таныса бастады. Ұлы ақынның мерейтойлары ЮНЕСКО көлемінде атап өтілуінің өзі Абай мұрасының әлем әдебиетінің алтын қорына қосқан үлесі орасан зор екенін дәлелдейді. Соңғы жылдарды ғана алып қарасақ, Абай Құнанбайұлының шығармалары әлемнің 30-дан аса тіліне аударылды. Мұнан бөлек Ресей Федерациясында қолдан саясы кең 10 тілге Абайдың қара сөздері мен өлеңдері атақты жазушылар мен аудармашылардың қатысуымен аударылып, баспаларда басып шығару жоспарланған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында маңызды жобаның бірі Абай шығармаларын 10 тілге аударып, басып шығару. Атап айтқанда, Абай еңбектері ағылшын, араб, жапон, испан, итальян, қытай, неміс, орыс, түрік, француз тілдеріне тәржімаланады, деді. Бұл мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған зор қолдау. Шын мәнінде Абай бір ғана халықтың әдебиетінен сусындап қана қоймай, шығыс даналығында бойына сіңіріп, ұлттық шеңбердің аясында шектеліп қалмай, әлемдік мәдениеттің ортақ қазынасына да айнала алатын ойды айта білген адамзаттың да ақыны. Абайдың әлем әдебиетінің алтын қорына қосқан тағы бір үлесі оның аудармалары дер едік. Абай аудармаларының тарихи әлеуметтік мәні үлкен. Өйткені ақын Байрон, Гете, Пушкин, Лермонтов, Толстой секілді дүниежүзілік әдебиеттің ірі тұлғаларын түркі тілдерінің ішіндегі ең көркем тілге, қазақ тіліне аударды. Ең алдымен Абай аудармалары орыс шығармаларын қазір. Абай орыс әдебиетін болса 1882 жылдан бастап аударған. Ал Гетеден аударған өлеңі қазіргі таңда халық арасында кең тарады. Абай шығармаларының ерекшелігі ол көп шығармаларды нәзиралық үлгіде жазды.
Нәзиралық үлгі дегеніміз аудармадан тереңірек мағына береді. Автор төл туындыны аудару барысында өз ойында шығармаға қосып, кейде шығарма мазмұнын тереңірек әрі өзгертіп те жіберіп отырған. Балалар, осы алған мәліметтерімізді бір пысықтап алсақ. Алда тест сұрақтары болады, сол тест сұрақтарына жауап беріп көріңдер. Алғашқы сұрақ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында маңызды жобаның бірі дей келе ұлы ақынның шығармаларын неше тілге аудару қажет дейді? А нұсқасы 5 тілге, Б нұсқасы 10 тілге, С нұсқасы 15 тілге. Дұрыс жауабы балалар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шығармаларын Абайдың 175 жылдығы аясында 10 тілге аудару қажет дейді. Келесі сұрағымызға көшеміз. Абай орыс әдебиетін қай жылдан бастап аударды? А нұсқасы 1881 жыл, Б нұсқасы 1882 жыл, С нұсқасы 1883 жыл. Дұрыс жауабы Б нұсқасы. Абай орыс әдебиетін алғаш 1882 жылдан бастап аудара бастады. Келесі сұрағымызға көшеміз. Соңғы жылдарды ғана алып қарасақ, Абай Құнанбайұлының шығармалары әлемнің қанша тіліне аударылды? Біз өздеріңмен мұны жаңа ғана айтып өттік. А нұсқасы 10-нан аса тілге, Б нұсқасы 20-дан аса тілге, С нұсқасы 30-дан аса тілге. Дұрыс жауабы соңғы нұсқа 30-дан аса тілге аударылды соңғы жылдары. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшсек. Бұл тапсырмада сендер дәл қазір бейне жазбада оқылатын Абай Құнанбайұлының өлеңі қандай өлең екендігін, әрі ол қай тілде оқылып жатқандығын табуларың тез. Назар аударсақ. When summer in the mountains gains its peak, when gaily blooming flowers begin to fade, when nomads from the sunshine refuge seek beside a rapid river in a glade, then in the grassy meadows, here and there, the salutatory neigh can be heard. On vari-colored stallion and mare, quiet, shoulder deep in water stands the herd. Жауабы балалар. Абай Құнанбайұлының жаздыгүн шілде болғанда деп басталатын жаз туралы өлеңнің ағылшын тіліндегі нұсқасы. Келесі тапсырмамыз. Балалар, бұл тапсырма сендерден тапқырлықты әрі жылдамдықты қажет етеді. Дәл қазір экранға белгілі бір ақынның портреті шығады. Сол ақынның сендер кім екендігін табуларың қажет. Ең алғашқы портретке назар аударыңдар. Бұл кімнің суреті? Жауабы Йоганн Вольфганг фон Гете. Абай Құнанбайұлы өздеріңе белгілі Гетеден туындысын аударған еді. Келесі суретке назар аударсақ. Ал бұл ақынды кім деп ойлайсыңдар? Жауабы Джордж Гордон Байрон. Келесі суретке назар аударсақ. Бұл ақынды сендер жақсы тануларың қажет, өйткені Абай Құнанбайұлы өзінің атақты Евгений Онегин аудармасын дәл осы ақыннан аударған еді. Бұл кім деп ойлайсыңдар? Жауабы Александр Сергеевич Пушкин. Сонымен балалар, бүгін Абай Құнанбайұлының әлем тілдеріндегі өлеңдері туралы таныс болдық. Келесі сабағымызда дәл осы тақырыпты тереңірек түсінетін боламыз. Әзірге үй тапсырмасы ретінде әлем таныған Абай тақырыбында аргументативті эссе жазыңдар. Келесі білім әлемінде кездескенше.